Білім инновациялық лицей осыдан тура 5 ай бұрын қолданысқа берілген болатын. Дегенмен аталмыш мектеп өз жұмысын қаншалықты заңды жүргізуде. 5 ай бұрын оқушыларды қабылдап өз жұмысын бастаған лицейдің ашылу салтанатына оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев пен өңір әкімі Дархан Сатыбалды бастаған өңіріміздің бірнеше зиялы қауымдары қатысқан болатын. Кез келген мемлекеттік мекеме ашылу салтанатын жасаудың алдында санитарлық және төтенше жағдайлар департаментінің талабына сай құжаттарға қол жеткізуі қажет. Ал бұл лицейдің аталмыш мекемелерден алған бірде-бір рұқсат қағазы жоқ. Сондай-ақ ең сорақысы облыстық білім басқармасы аталмыш лицейді қаржыландыру процесінде Кентау білім инновациялық лицейінің құжаттарының негізінде қаржыландырып отырған. Бұл қаншалықты заң талаптарына сай келеді? Жаһанға жар салып оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев пен облыс әкімінің қатысуымен өткен ашылу салтанаты ел жадында қалғаны сөзсіз. Дегенмен бұл жердегі заңсыздықты білім министрі байқамағанға ұқсайды. Себебі заңсыздықты белінен кешкен бұл мектепті жаңадан келген лицей директорының өзі осы мәселені қолға алып, заңдастыру шараларын жүргізіп жатқанын жеткізді. Дегенмен лицей директоры Аманат Аманбайұлымен сұхбат барысында аталмыш мектептің лентасы қиылған сәттен күні бүгінге дейін заңсыз жұмыс атқарып келгенін ашық айтты. Аманат мырза, біздерге бір ата-ана хабарласып, олардың айтуынша ашылғанда 5 ай болған лицей мемлекеттік қабылдаудан өтпеген дейді. Мен нақты сол туралы келдім. Сосын санитарлық талаптарға сай емес, және мемлекеттік тіркеуден де өтпеген деген. Сонымен қатар лицей әлі білім басқармаларының қатарына енбеген дегенде сыбыс тарап жатыр. Осы туралы. Бізде ауызша болды. Мен қазір өзім апрельде келдім, официально тағайындалып. Одан бұрын басқа директор болды. Енді сол бір айдың ішінде біз бүгін 24-те бар, бүгін обременение алдық. Получается официально, біз уже адресіміз бар, официальный жаңағы неміз бар, документтеріміз бар. Енді понедельниктен бастап ол нені жаңағы СЭС, басқа жаңағы пожарный, уже солармен сөйлесіп, бізге тексеріске келеді. А так до этого ондай неміз болмаған. Официальный Кентауда болғанбыз, бірақ осында жаңағы на свой риск и страх дегенде ғой. Сөйтіп осында оқығанбыз негізі. Бізге жеткен мәліметтер бойынша осы лицейге жаңағы құйылатын қаржы бар ғой мемлекеттен. Сол қаржыда сол Кентау қаласында орналасқан биылдың бейініне түсіп отырған. Дұрыс қой, сонда жаңа енді ата-аналардың бұл жердегі айтып тұрған жауабысы енді шынымен СЭС-тің өзінің санитарлық талаптарына сай емес мектептегі балдарымыз оқып жатқаннан қорқамыз дегендей айтып жатыр да. Енді кез келген ата-ана одан сақтанады. Енді мемлекеттік қабылдаудан тіркеуден өтпеген мектеп заңды ма негізі оқушыларды қабылдап білім бере беруіне болады ма сонда? Негізі заңсыз. Негізі заңсыз. Осы заңсыздыққа кім жол беріп отыр негізі сонда? Бұндай заңсыздыққа былай айтқанда заңды белінен басып отырмыз ғой қазір. Осы заңсыздыққа кім жол беріп қойды? Былай ашылу болды. Басында кім қалай заңсыздық етеді білмеймін. Кім ол бұрынғы директордан сұрау керек. Негізі, егер рұқсат болса, значит, мемлекет тарапынан рұқсат бар деген нәрсе ғой. Басқармаларды айтып отырсыз ғой енді. Меңзеп отырғаныңыз. Жоғарыда кім қалай не істеп жатқанын білмеймін. Бірақ рұқсат, егер біз осында отырсақ, значит рұқсат бар да. Но на свой риск и страх дейміз ғой. Любой кіргізбейді ғой, любой мекеме. Кез келген білім ошағы, мектеп болсын, басқасы болсын, арнайы сол лицензияны алғаннан кейін ашылу салтанатын жасау керек пе? Әлде ашылу салтанатын жасап болғаннан кейін лицензия ала беруге болады ма? Лицензия алып болғаннан кейін жасау керек қой. Міне, білім ошағының басшысы осылай жауап қатты. Ендігі кезекте осындай оқулыққа көз жұмып өткізіп алған Түркістан облыстық білім басқармасына 2 күн бойы бас сұққан болатынбыз. Дегенмен басшылық құраммен жолығу мүмкін болмады. Тиісінше Түркістан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменттің басшысы Ғалымжан Алматовпен тілдесе қайттық. Ғалымжан мырза, мынандай ғой, бұл жердегі нақты сұрақ мынау болып тұрды. Лицензиясын алмаған шынымен енді жарайды, сіз СЭС-ке басқасына басқармаға да жауап бермейсіз ғой. Енді сіздің құзыретіңізде тұрған нақты сіздердің рұқсатыңызсыз ол мектеп қазір жұмыс жасауға болады ма деген сұрақ. Лицензиясыз рұқсат жасауға болмайды. Болмайды ғой. Болмайды. Оларға лицензия беретін бірден-бір мекеме сіздер. Мекеме, Сіздер басшылығы. Соны сұрағым болды. Негізі болмайды. Жауапты мекеме басшысының жауабы осылай болды. Әр мекеме өзін қорғау үшін бе, әйтеуір өздеріне шаң жуытпайды. Тәрбие тал бесіктен басталатынын ұмытпасақ, ұрпағымызда заңдастырылмаған мектептен алыс ұстайық. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.